Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қосу формулалары. Ендігі біздің сабағымызды бастамастан бұрын бұл тақырыпқа шолу жасайық өткен тақырыптарға. Яғни оның бүгінгі сабағымыздың мақсаттары екі бұрыштың қосындысы мен айырымындағы тригонометрия функцияларының формулалары туралы түсінік беру. Осы формулаларда тригонометрия функцияларды тепе-тең түрлендіруде қолдануды үйрену, оқушылардың өз бетінше жұмыс істей білу, өз жұмысын бағалай білу дағдысын, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Жетістік критерийі. Тригонометриялық функциялардың, яғни синус а плюс минус б, косинус а плюс минус б, тангенс а плюс минус б, котангенс а плюс минус б қосу формулаларын қорытып шығарады және есептер шығару кезінде қолданады. Халық даналық сөзімен бастайтын болсақ, қайталау білім анасы демекші. Біздің сабағымыздың басын, яғни өткен тақырыпқа шолу жасаумен бастайық. Яғни сабақтың басы біздерде қайталаумен өтелік. Естеріңізде болса, оқушылар тригонометрия функцияларының таңбалары. Біздерде 4 тригонометриялық өрнектер бар, немесе функция дейміз. Олар синус альфа, косинус альфа, тангенс және котангенс альфалар. Енді осылардың шеректердегі таңбаларына сол түсініктеме беріп тоқталып кететін болсақ, синус альфа бірінші және екінші шеректерде оң таңбаны қабылдайды. Ал үшінші, төртінші шеректерде теріс таңбаны қабылдайды. Косинус функциясы бірінші шеректе оң таңбаны қабылдайды. Екінші шеректе және үшінші шеректе теріс таңбаны қабылдайды. Және өздерің білетіндей, төртінші шеректе оң таңбаны қабылдайды. Тангенс, котангенс функцияларына тоқталатын болсақ, тангенс өздеріңіз білетіндей синустың косинусқа қатынасы, ал котангенс керісінше косинустың синусқа қатынасы. Сәйкесінше бастапқыда айтылып кеткен екі функциялардың шеректеріндегі таңбаларының қатынасын қарастыратын болсақ, енді яғни тангенс пен котангенстің жалпы шеректердегі таңбасын айту үшін бірінші шеректегі синус пен косинустың қатынастарын қарайық. Яғни плюс таңбасын плюске қатынасы ол өзіміз білетіндей оң таңбаны береді. Ал екінші шерек минус таңбасы. Себебі плюс таңбаны минус таңбаға бөлген кезде теріс таңба шығады. Үшінші шерек, яғни минустың минусқа қатынасы әрқашанда оң таңбаны береді. Төртінші шеректе минус таңбаның плюс таңбаға қатынасы әрқашанда теріс таңбаны береді. Естеріңізде болса, осыны қайталап өтуіміз міндетті болды. Яғни сабағымыздың ары қарай жетілуіне керек болады. Келесі, бұдан шығатын қорытынды ескере отыра, жаңа тақырыптан тақырыбымыздың ары қарай жетілдіру үшін тригонометрия функцияларын жұп немесе тақтылығын қарастыратын болсақ. Естеріңізде болса, бізде 4 тригонометрия функциялардың ішінде жалғыз ғана косинус функциясы ғана жұп функция болып табылады, ал қалған үшеуі синус, тангенс және котангенс функциялары теріс таңбалы. Сәйкесінше олар синус минус х дегеніміз минус синус х деп аталынады. Ал косинус минус х ол жай ғана косинус х болып жазылады. Тангенс минус х дегеніміз өздеріңіз білетіндей минус таңбасын алдына шығару арқылы тангенс минус тангенс х болып жазылады. Котангенс минус х емес минус котангенс х түрінде жазылады. Енді қайталау есептері миға шабуыл. Бұл яғни сіздердің назарларыңызға 3 есеп беріліп тұр. Берілген бұрыштарды қай шеректе тиісті екенін анықтаңыз дейді бірінші есепте. Бұл яғни сіздердің назарларыңызға 66 бұрыш, 326 бұрыш, минус 270 бұрыш және минус 119 бұрыш. Енді есептерге шолу жасадық. Бірінші 66 градус. Яғни ол бізде бірінші шеректің бұрышы болып табылады. Б жауабындағы 326 бұрыш градус. Яғни ол өзімізде төртінші шерекке тиісті. Минус 270 градус. Ол өзімізде бірінші шерекке тиісті. Ал минус 119 градус сағат тілінің бағытымен болғандықтан ол өзіміз білетін үшінші шерекке тиісті болады. Енді екінші есепке тоқталатын болсақ, есептің берілген функцияның таңбасы қандай? Яғни косинус 220 градус, синус
279 градус, тангенс 600 градус, котангенс 339 градус. Косинус 220 градус. Өздеріңіз білетіндей, бұл үшінші ширек. Косинус үшінші ширекте өздеріңіз білетіндей теріс таңбаға ие болады. Ал синус 279 градус. Есептеп көрсек, бұл төртінші ширек. Төртінші ширекте синус таңбасы синус минус таңбаны қабылдайды. Тангенс 600 градус. Яғни ол ширекте бір айналып, қосымша 240 градусқа қосылады. Ол өздеріңіз білетіндей үшінші ширек. Тангенс үшінші ширекте оң таңбаны қабылдайды, яғни плюс. Келесі, котангенс 339 градус. Ол өздеріңіз білетіндей 270 және 360 градустың арасында орналасқан төртінші ширекте. Төртінші ширекте котангенстің таңбасы теріс. Үшінші есеп. Берілген функцияның жұп немесе тақтығын анықтаңыз дейді. Синус минус альфа, косинус минус альфа, тангенс минус альфа және котангенс минус альфа. Өткен слайдта айтып кеткендей, синус минус альфа, яғни ашылуы. Бұл өздеріңіз білетіндей минус синус альфа оралады. Яғни бұл жерде синус тақ функция болып табылады. Косинус минус альфа. Оны шығаратын болсақ, косинус альфа бола ашылады. Яғни ол функция жұп. Келесі, тангенс минус альфа. Тақ функцияның қасиеті бойынша тангенс минустың алдына шығаруға минус тангенс альфа болады. Яғни өздеріңіз білетіндей тақ функция болып табылады. Келесі, төртінші, котангенс минус альфа. Дәл тангенстікіндей минус котангенс альфа болып табылады. Ал бұл өздеріңіз білетіндей тақ функция болып табылады. Бұның барлығы сіздердің, яғни өткен тригонометрия функциялары туралы өткен мәліметтеріңіздің жалпылама еске салу мақсатындағы есептер, шолу есептері. Енді тригонометрия формулаларды қайталау. Енді өздеріңіз білетіндей, және көріп тұрғандай негізгі төрт толық мәліметтерге тоқталуымыз керек. Яғни олар тригонометрия элементтері тауранын өту барысында тригонометрия формулалардың әртүрлі топтарымен және осы формулаларды өрнектерді түрлендіруде қолданумен таныстыңдар. Кім осы топтарды атап өте алады? Яғни оған сіздерге мынандай төмендегідей екеуіне жауап берсеңіздер. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер, келтіру формулалары. Оқушылар, өздеріңіз айтып өткендей, біздерде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер, яғни төмендегідей деп қарастыруымызға болады. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер. Бұл жерде өзіміз білетін ең қарапайым тригонометриялық тепе-теңдіктің бірінші түрі синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1. Екіншісі тангенс альфа дегеніміз жоғарыда айтып өткендей синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Келесі котангенс альфа, ол синус альфаның косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Келесі төртінші түрі тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең болады 1. Келесі бесінші түрі 1 қосылған котангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфаны береді. Және алтыншы түрі 1 қосылған тангенс квадрат альфа дегеніміз 1 бөлінген косинус квадрат альфаны береді. Және мына жерде ескере кететін жетінші негізгі тригонометриялық тепе-теңдік, яғни косинус альфа тең болады синус бетта дегеніміз, ол өздеріміз келесі өтетін, яғни келтіру формулаларының негізіне енгізіп жіберуімізге болатын болғандықтан бұған жазылмады. Енді естеріңізде болса, біздерде келтіру формуласын негізі үлкен 8 топқа бөлеміз. Ал даралай айта кететін болсақ, келтіру формуласын негізі 32 деп аталады. Яғни олардың барлығына қысқаша түрде тоқталып өтейік. Яғни оларымыз функцияларымыз синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа және котангенс альфа. Олардың ширектердегі қабылдайтын мәндерін айту үшін пи бөлінген 2 қосылған альфа, пи бөлінген 2 азайтылған альфа,
Сәйкесінше пи қосылған альфа, пи азайтылған альфа. 3π бөлінген 2 қосылған альфа, 3π бөлінген 2 азайтылған альфа, 2π қосылған альфа, 2π азайтылған альфа. Енді бұған уақыт жоғалтпас үшін қысқаша түрде, яғни жарты бұрыштарда, жарты бұрыш дегеніміз бұл жерде альфаға пи бөлінген 2 мен 3π бөлінген 2 жағдайында функциялар, яғни синус косинусқа, керісінше косинус синусқа өтетінін білеміз. Ал тангенсіміз котангенске, котангенсіміз тангенске өтеді. Ал толық бұрыштар бұл жерде біздер төртеу, яғни төрт жағдайда төрт формуланы көріп отырсыздар. Ол пи қосылған альфа, пи азайтылған альфа, 2π қосылған альфа, 2π азайтылған альфа. Бұл уақытта функциялар өзгертілмейді, тек қана шелектегі таңбаларын қабылдайтын естеріңізде болса өткен болатынбыз. Осыны мұқият қарап алыңыздар оқушылар. Себебі сабағымызға бұлар қажет болады. Енді оқушылар осылардың өткендердің барлығын қайталап еске түсірген болсақ, яғни бұл өзіміздің өткен тақырыбымыз. Ендігі бүгінге тоқталайық. Яғни оқушылар өткен тақырыпты шолу жасап болдық. Енді бүгінгі сабақта триметр формуланы тағы бір толығымен таныс боламыз. Яғни ол қосу формулалары деп аталады. Яғни бұл тақырыпты бастамастан бұрын сіздерді, Конфуцийдің мынандай сөзімен бастағым келеді. Барлық істің басшысы білім мен ұғым. Яғни бүгінгі жаңа тақырыбымыз қосу формулалары. А және Б бұрыштарының тригонометриялық функциялар арқылы косинус А минус Б өрнегінің формуласын табайық. Оны табу үшін А және Б бұрыштарын бірлік шеңберге орналастырамыз. А және Б бұрыштарының бірлік шеңберді кесіп өткен нүктелерін сәйкесінше S және Q деп белгілейміз. Q және S нүктелерінің координаталарын басқаша көрсетуімізге болады. Сонымен, Q нүктесінің координатасы косинус B синус B, ал S нүктесінің координатасы косинус А синус А болады. Назар аударыңыз. SOQ бұрышы А минус Б болады. ROP бұрышы А минус Б бұрышына тең болатындай бірлік шеңберде R нүктесін орналастырайық. Жоғарыда орындап кеткен үдерісті қайталап, R нүктесінің координатасы косинус А минус Б, синус А минус Б-ға тең болатындығын аламыз. Көріп отырғанымыздай, SOQ және ROP бұрыштары тең. Сәйкесінше PR және QS хордалары да тең болады. Ара қашықтықты есептеу формуласын және PR тең SQ теңдігін қолдана отырып, келесі теңдікті аламыз. Түрлендірулер мен тригонометриялық теңдіктерді қолдана отырып, екі бұрыштың айырымының косинусын қорытып шығардық. Косинус А минус Б өрнегінің формуласын қорытып шығарайық. А плюс Б өрнегін А азайтылған минус Б түрінде жазамыз. Кейін, екі бұрыштың айырымының косинусы формуласын қолданамыз. Белгілі тригонометриялық теңдіктерді қолдана отырып, келесі нәтижені аламыз. Синус А плюс Б және синус А минус Б формулаларын қорытып шығарайық. Бірінші, екі бұрыштың қосындысының синус формуласын қорытып шығарамыз. Ол үшін біз келесі теңдікті қолданамыз. Енді А-ны А плюс Б-ға ауыстырамыз. Екі бұрыштың айырымының косинусын қолдана отырып, келесі формуланы аламыз. Функциялар арасындағы қатынасты қолдана отырып, екі бұрыштың қосындысының синус формуласын аламыз. Енді екі бұрыштың айырымының синус формуласын оңай қорытып шығарамыз.
Тангенс А плюс Б және тангенс А минус Б формулаларын қортып шығарайық. Тангенс А плюс Б формуласын қортып шығару үшін қарапайым теңдікпен синус А плюс Б мен косинус А плюс Б формулаларын қолданамыз. Соңғы бөлшектің алымы мен бөлімін косинус А көбейтілген косинус Б-ға бөліп, келесі теңдікті аламыз. Дәл осылай, екі бұрыштың айырымының тангенсін табуға болады. Оқушылар, енді жаңа видеодан көріп өткендегіңіздей, бүгінгі жаңа тақырыбымыз қосу формулалар. Ендігі соларға қысқаша шолу жасап өтелік. Бірінші, екінші, үшінші видеодан көріп өткендеріңіздей, синус альфа плюс бета қалай ашылады екен? Синус альфа көбейтілген косинус бета, қосылған косинус альфа көбейтілген синус бета. Ал синус альфа минус бета формуласы өздеріңіз көргендей синус альфа косинус бета минус косинус альфа синус бета түрінде ашылады екен. Косинус альфа плюс бета косинус альфа косинус бета минус синус альфа синус бета түрінде ашылады. Косинус альфа минус бета дегеніміз косинус альфа көбейтілген косинус бета плюс синус альфа көбейтілген синус бета. Енді келесіде тангенс котангенстерге тоқталалық. Яғни тангенс альфа плюс бета дегеніміз бөлшектің алымы тангенс альфа плюс тангенс бета қосылған бөлімінде бір азайтылған тангенс альфа көбейтілген тангенс бета түрінде ашылады екен. Тангенс альфа минус бета дегеніміз бөлшек алымында тангенс альфа минус тангенс бета. Бөлшектің бөлімінде 1 плюс тангенс альфа көбейтілген тангенс бета түрінде ашылады екен. Сәйкесінше котангенсті де қалай ашу алады? Яғни оған қысқаша тоқталсақ, котангенс альфа плюс бета формуласы. Котангенс альфа көбейтілген котангенс бета азайтылған 1 бөлінген котангенс альфа плюс бета түрінде болады екен. Котангенс альфа минус бета формуласы сәйкесінше котангенс альфа көбейтілген котангенс бета плюс 1 бөлінген котангенс альфа минус котангенс бета түрінде ашылады екен. Оқушылар, яғни жаңа тақырыбымызда қосу формуласы өздеріңіз көріп өткендей 8 түрде болады екен. Ендігі осыларды қалай еске сақтаймыз? Яғни ол үшін мынандай төмендегідей есептерді шығаралық. Мысалы, сіздерге алдарыңызға мынандай есеп. Синус 105 градус бұрышының мәнін есептеңіз. Ойланып көріңіздер. Оқушылар, ол есепті шығармастан бұрын бізге жетістік критерийі керек. Яғни ол үшін, ол оқушы есепті шығару үшін біріншіден қосу формуласын білу керек, тригонометриялық функциялардың бұрыштық немесе радиандық өлшемдерінің кестелік мәндерін қолдану керек. Яғни есте сақталуымыз керек. Және есепті дұрыс шешуіміз керек. Осы жетістік критерийін басты негізге ала отыра, жаңағы жоғарыдағы мысалды шығаралық. Ол үшін синус 105 градус дегенде синус 60 қосылған 45 градус түрінде жасаймыз. Оның қосу формуласы бойынша ол синус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус қосылған косинус 60 градус көбейтілген синус 45 градус. Оның бұрыштық, яғни градустық таблицаланған мәндерін қоятын болсақ, синус 60 градус дегеніміз төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Ал косинус 45 градусымыз төбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Олардың көбейтіндісіне қосуымыз керек.
Косинустың 60 градусы ол 2-ден 1-ге тең, өздеріңіз білетіндей. Және синус 45 градус ол түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Осы қосындыдан негізгі ортақ көйткіш шақша алып шығаратын болсақ, яғни ол алымында түбір асты 2 бөлімінде 4. Соңында біздің есебіміздің жалпы жауабы түбір асты 2 бөлінген 4 көбейтілген жақша ішінде түбір асты 3 қосылған 1 түрінде болады. Яғни жауабын төмендегідей көріп отырсыздар. Осылайша, осымен бірге сіздерге үй тапсырмасы есебінде 105 градус, косинус 105 градусты, тангенс 105 градусты және котангенс 105 градустарды есептеуге, яғни кеңес беремін. Енді деңгейлік тапсырмаға өтпестен бұрын сіздерге қазақтың дана сөзбен бастан бар нәрсеге қолды жеткізер білім. Яғни енді деңгейлік тапсырмаларға өтелік. Үшінші деңгейлік тапсырмалар. Яғни оқушылар сіздердің мұғалімнің көмегінсіз сіздердің алдарыңызға, яғни 75 градусты 45 қосылған 30 градус арқылы өрнектеп, синус 75 градусты және косинус 75 градус мәндерін есептеуді ұсынамыз. Бірінші есеп. Екінші есеп 15 градусты 45 градус азайтылған 30 градус түрінде өрнектеу арқылы синус 15-ті және косинус 15 мәндерін есептеуді ұсынамыз. Көріп отырғаныңыздай синус 75 градусты синус 45 градус қосылған синус 30 градус түрінде жүктейміз. Ол синус 45 көбейтілген косинус 30 градус қосылған косинус 45 градус көбейтілген синус 30 градус болады. Яғни оны таблицаланған мәндерін қою арқылы оларға түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2 қосылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген 2-ден 1. Ортақ көйткіш жақша алдына шығару арқылы түбір асты 2 бөлінген 4 жақша ішінде түбір асты 3 қосылған 1 түрінде келетінін көріп тұрсыздар. Косинус 75 градусқа тоқталатын болсақ, косинус 75 градус дегеніміз косинус 45 қосылған 30 градус түрінде келеді. Ол косинус 45 градус көбейтілген косинус 30 градус азайтылған синус 45 градус көбейтілген синус 30 градус. Олардың таблицаланған мәндерін пайдаланатын болсақ, ол түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 2 бөлінген 2 азайтылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген 2-ден 1. Одан ортақ көйткіш жақша алдына шығаратын болсақ, түбір асты 2 бөлінген 4 шығарсақ, жақшаның ішінде түбір асты 3 азайтылған 1 түріндегідей жауапқа келеміз. Енді оқушылар естеріңізде болса 15 градустың ашылуы. Яғни синус 15 градусты қалай өрнектейміз? Синус 45 азайтылған 30 градус түрінде. Оны жазылуы синус 45 көбейтілген косинус 30 градус азайтылған косинус 45 көбейтілген синус 30 градус. Оның таблицаланған мәнін қоятын болса, түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2 азайтылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген 2-ден 1. Ортақ көйткіш жақша алдына шығарсақ, ол түбір асты 2 бөлінген 4 жақшаның ішінде түбір асты 3 азайтылған 1 түріндегі жауап аламыз. Көріп отырғаныңыздай, енді косинус 15 градус шектелік. Ол үшін косинус 45 азайтылған 30 түріне келтіреміз. Ол косинус 45 көбейтілген косинус 30 градус қосылған синус 45 көбейтілген синус 30 градус. Олардың таблицаға мәндерін қойсақ, түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2 қосылған түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген 2-ден 1. Осы қосындыдан ортақ көйткіш жақша алдына шығарсақ, түбір асты 2 бөлінген 4 шығаратын болсақ, жақша ішінде түбір асты 3 қосылған 1 түріндегі жауапты аламыз. Жауапты қарап алыңыздар. Енді екінші деңгейлі тапсырмаларға жүгінсек, яғни олар үшін сіздерге қандай тапсырма ұсынады. Яғни төмендегі 4 есепті көріп тұрғаныңыздай өрнектерінің мәнін табыңдар дейді. Енді оған қысқаша тоқталатын болсақ, бірінші есеп косинус 133 градус көбейтілген косинус 12 градус азайтылған синус 123 градус көбейтілген синус 12 градус. Екінші есеп синус 23 градус көбейтілген косинус 22 градус қосылған косинус 23 градус көбейтілген синус 22 градус. Үшінші есеп синус
51 градус көбейтілген косинус 21 градус. Азайтылған косинус 51 градус көбейтілген синус 21 градус. Төртінші есеп. Тангенс 29 градус қосылған тангенс 26 градус. Бөлінген бір азайтылған тангенс 29 градус көбейтілген тангенс 26 градус. Яғни оқушылар бұның барлығы жаңағы өтілген қосу формулаларын пайдалануға арналған есептер. Шығарып көріңіздер. Енді есептің шешімдеріне тоқталайық. Косинус 23 көбейтілген косинус 12 градус. Азайтылған синус 23 көбейтілген синус 12 градус. Өздеріңіз білетіндей, бұл косинус альфа плюс бета түріне келеді. Яғни сол формуланы қолдансақ, косинус 123 қосылған 12 градус. Ол косинус өзіңіз білетіндей 135 градус береді. Енді бұл жерде манағы сабақтың басында өткендей келтіру формуласына жүгінеміз. Ол үшін біздерге косинус 90 қосылған 45 деп жазуға болады. Немесе минус синус 45 градус түрінде келтіреміз. Ол өздеріңіз білетіндей минус түбір асты 2 бөлінген 2 түрінде. Яғни косинус екінші шекте терістен мағыналы. Келесі екінші синус 23 көбейтілген косинус 22 қосылған косинус 23 көбейтілген синус 22. Ол синус альфа плюс бета түріне келеді. Ол синус 23 қосылған синус 23 қосылған 22 градус. Ол синус 45 градус береді. Синус 45 градус дегеніміз түбір асты 2 бөлінген 2 түріндегі жауапқа келеміз. Үшінші есепке тоқталатын болсақ, яғни синус 51 көбейтілген косинус 21. Азайтылған косинус 51 көбейтілген синус 21. Ол синус альфа минус бета формуласына келіп саяды. Яғни ол синус 51 азайтылған 21. Ол синус 30 градус береді. Синус 30 градус таблицалық мәні 2-ден 1-ге тең екендігін білеміз. Келесі төртінші есепке тоқталатын болсақ, бұл төртінші есептегі тангенс альфа плюс бета түріне келеді. Яғни ол тангенс 29 қосылған 26 градус. Бұл тангенс 55 градусты береді. Яғни есептің шешімі осы түрде болады. Енді бірінші деңгейлі есептерге тоқталатын болсақ, яғни оны сіздердің назарларыңызға төмендегідей 3 есепті ұсынамыз. Яғни бірінші есептің шартына тоқталатын болсақ, егер котангенс альфа 4-тен 3-ке тең болса, котангенс бета 7-тен 1-ге тең болса, бұл жерде шарт бар. Яғни альфа бірінші шекте орналасқан, бета да бірінші шекте орналасқан белгілі болса, онда котангенс альфа плюс бета неге тең болады дейді. Екінші есеп 2 пункттен тұрады. А пунктінде түбір асты 2 көбейтілген синус альфа қосылған түбір асты 6 көбейтілген косинус альфа. Әр жағдайында синус альфа азайтылған түбір асты 3 косинус альфа. Өрнектерінің ең кіші және ең үлкен мәндерін анықтаңыз дейді. Үшінші тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Бұл да 3 пункттен тұрады. Бұл бірінші А жағдайында синус x қосылған косинус x көбейтілген синус y азайтылған косинус y тең болады. Яғни тепе-тең дәлелдеу синус y минус x азайтылған косинус x плюс y-ге тең болатынын дәлелдеу керек. Екінші пункт 2-ден 1 косинус x плюс түбір асты 3 синус x косинус 60 минус x-ге тең болатынын дәлелдеуіміз керек. Және үшіншісі синус x минус y-іміз тангенс x минус y-ге қатынасы, ол косинус x көбейтілген косинус y-ді беретіндігін дәлелдеуіміз керек. Енді осы есептерге шешуін тоқталайық. Яғни ол бірінші есепте котангенс альфа плюс бета дегеніміз котангенс альфа көбейтілген котангенс бета азайтылған 1 бөлінген котангенс альфа плюс котангенс бета формуласына келетіні белгілі. Енді есептің шарты бойынша есептеулерді орындарына қоятын болсақ, ең қорытқан мәселеден минус 1 деген санды аламыз. Яғни шешімі экрандарыңызда көрініп тұрғандай есептеулер жүргізесіздер. Енді екінші есеп бойынша ең кіші ең үлкен мәнді табу. Яғни ол қосу формуласын пайдалану арқылы. Бірінші А жағдайында түбір асты 2 синус x
қосылған түбір асты 6 косинус x-ті. Яғни ортақ көйткіш жақша алдына шығарып жүрсек, түбір асты 2-ні, сонда жақшаның ішінде синус x қосылған түбір асты 3 косинус x-ті аламыз. Бұл жерде қосымша көбейту жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол үшін біздер төмендегідей көріп тұрғанындай көбейтулер орындауымыз керек. Яғни бұл жерде біздің есебімізде, яғни қосымша көбейткіштер орналастыратын болсақ, мына жерде біздер есептерімізде түбір асты 2 бөлінген 2 синус x плюс пи бөлінген 6 түрінде келеді. Яғни ең кіші мәні синустың минус 1-дегі мәнін көбейткендегі мәнге тең болады, ең үлкен мәні мына түрдегі тең болады. Әр жағдайындағы есеп синус x минус түбір асты 3 косинус x түріне келтіретін болсақ, ол 2 деген көбейткіште қосымша қолданамыз. Сол кезде 2-ден 1 синус x минус түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген косинус x түрінде келеді. Бұл жерде 2-ні жақша алдына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде синус x косинус пи бөлінген 3 азайтылған косинус x көбейтілген синус пи бөлінген 3 түріне келеді. Яғни бұл 2 еселенген синус x минус пи бөлінген 3 түріне келеді. Бұл ең кіші мәні минус 2, ең үлкен мәні плюс 2-ге тең екендігін көріп отырсыздар. Енді үшінші пункт, яғни тепе-теңдікті дәлелдеулерге қолдансақ. Яғни тепе-теңдікті дәлелдеулерге тоқталатын болсақ, яғни бұл жерде синус x қосылған косинус x көбейтілген синус y минус косинус y дегеніміз синус y минус x азайтылған косинус x плюс y түріне келтіретін тең болатын дәлелдеуіміз керек. Ол үшін тепе-теңдіктің бірінші бөлігін ашатын болсақ, яғни жақшаны жақшаға көбейту әдісі бойынша синус x синус y азайтылған синус x косинус y қосылған косинус x синус y азайтылған косинус x косинус y түрінде келтіріледі. Яғни бұны топтастыру әдісі бойынша бірінші жақшада синус y косинус x азайтылған косинус y синус x түрінде жазамыз. Азайтылған косинус x косинус y минус синус x синус y түріне келтіреді. Бұны қосу формуласы бойынша бұл синус y минус x азайтылған косинус x плюс y түріне келеді. Яғни түрлендіру арқылы тепе-теңдіктің екінші бөлігіндегі тең тепе-теңдік аламыз. Яғни бұл тепе-теңдіктер дәлелденді дегенді білдіреді. Енді 2-ден 1 косинус x қосылған түбір асты 3 синус x формуласының, яғни косинус 60 градус минус x түріне тең болатынын дәлелдеуіміз керек. Ол үшін тепе-теңдіктің бірінші бөлігін жақшаны көбейту әдісі бойынша ашып жіберетін болсақ, 2-ден 1 косинус x қосылған түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген синус x түріне келтіреді. Бұл өзіміз білетіндей косинус 60 градус минус x түріне келеді. Яғни мына жерде қосымша 2-ден 1-ді синус пи бөлінген 3 немесе синус 60 градус түрінде алмастыру жасаймыз. Яғни бұдан тепе-теңдіктердің өзара тең екендігін көреміз. Енді үшінші тепе-теңдікке дәлелдеуге тоқталатын болсақ, яғни ол естеріңізде болса синус x минус y бөлінген тангенс x минус тангенс y тең болады косинус x көбейтілген косинус y-ге тең. Бұл жерде, яғни тепе-теңдікті дәлелдеу үшін пропорция әдісін пайдалану арқылы тепе-теңдіктің екі жағын түрлендіру жүргізуге болады. Немесе бірінші бөлігіне тиіспей-ақ екінші бөлігін ашуымызға тура келеді. Яғни өз көріп жатқандай синус x минус y дегеніміз косинус x косинус y көбейтілген тангенс x минус тангенс y түріне келеді. Яғни тепе-теңдіктің екінші бөлігін түрлендіру әдісін пайдаланатын болсақ, косинус x косинус y көбейтілген тангенс x минус тангенс y дегенімізді косинус x көбейтілген косинус y тангенстің синустың косинусқа қатынасы түрінде жазып аламыз. Яғни өзіміз көріп отырғандай тепе-теңдігімізде синус x минус y деген шығады. Бұл жерден синус x минус y синус x минус y-ге тең екендігі өздеріңіз көріп отырғандай тепе-теңдік орындалады. Енді оқушылар осы есептерді, яғни 3 деңгейлік есептерді шығарып болғандарыңызды көріп отырсыздар. Ендігі біздің сабағымыздан, яғни сіздердің білім деңгейлеріңізді қадағалау немесе бекіту есебінде төмендегідей есептерді шығаруды ұсынамыз. Яғни ол үшін сіздерге мынандай өрнектен мәнін табыңдар дейді. Яғни косинус 40 градус көбейтілген косинус 20 градус. Азайтылған синус 40 градус көбейтілген синус 20 градус. Есептеп көріңіздер. Жауабы 2-ден 1.
түсіндіре кетейік, себебі косинус альфа плюс бета формуласына келеді. Яғни бұл жерде косинус 40 қосылған 20 болады да, косинус 60 градус. Косинус 60 градус таблицаланған мән бойынша 2-ден 1-ге тең екендігін барлығымыз білеміз. Екінші есеп. Өрнектерді ықшамдаңыз дейді. Яғни сіздердің назарларыңызға косинус 30 плюс альфа азайтылған косинус 30 минус альфа есебі ұсынылып отыр. Яғни бұл есеп шешу үшін қосу формулалары бойынша ашатын болсақ, есептің қорытындысы бойынша минус синус x қалады. Енді сіздерге үшінші назарларыңызға есептеңіз. Яғни бұған тоқтала кететін болсақ, тангенс 67 градус азайтылған тангенс 22 градус бөлінген 1 қосылған тангенс 67 көбейтілген тангенс 22 градус түріндегі есептер ұсынылады. Есептің шешімі бір дейді. Яғни оған тоқтала кететін болсақ, бұл тангенс альфа минус бета формуласына келіп саяды. Яғни ол не деген сөз? Тангенс 67 азайтылған 22 градус. Ол тангенс 45 градусқа тең болады. Ал тангенс 45 градустағы мән ол 1-ге тең екендігін барлығымыз білеміз. Енді назарларыңызға төртінші есеп, яғни ықшамдаңыз. Бөлшек алымында косинус альфа плюс бета қосылған синус альфа плюс бета бөлінген косинус альфа минус бета азайтылған синус альфа минус бета. Яғни оқушылар бұл жерге айта кететін нәрсе, косинус альфа плюс бета және косинус альфа минус бета формуласын қосу формуласы бойынша ашамыз. Ашып көріңіздер. Яғни өздеріңіз ашып көргеніңіздей жауабында 1 деген мән шығады. Яғни қысқаша түрде ол алымында косинус альфа көбейтілген косинус бета бөлімінде косинус альфа көбейтілген косинус бета алады. Яғни қысқартылған есе 1 деген шығады. Енді 5-ші есеп сіздерге назарларыңызға бөлшек алымында синус альфа плюс 40 градус азайтылған косинус альфа көбейтілген синус 40 градус бөлінген косинус альфа косинус 45 градусты есептеп көріңіздер. Яғни бұл есептерді есептеу барысында бұның барлығында тангенс x функциясы шығады екен. Енді оқушылар бүгінгі жаңағы жоғарыда көрсетілген деңгейлік есептер, мысалдар және бекіту есептерінізден көргеніңіздей қосу формуласының, яғни біздің математика есептерін шешудегі көптеген жерде пайдасы бар екендігін көрдіңіздер. Сонымен бүгінгі сабаққа жалпылама қорытынды түрде тоқталатын болсақ, бүгінгі сабақта біз не үйрендік, қандай формулалармен таныстық. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау үшін келесі сәйкестендіру тестін орындауды ұсынамын. Сәйкестендіру тестін қарап алыңыздар. Яғни бірінші бағандағы қосу формулаларының сәйкесінше екінші бағанда олардың толықтай ашылулары тұр. Барлығыңыз мұқият қарап алып, сәйкестендіру тестін орындаңыздар. Ал енді осыған тоқталайық. Сәйкестендіру тесті бойынша косинус альфа плюс бетаның ашылуы косинус альфа косинус бета азайтылған синус альфа синус бета екен. Синус альфа минус бетаның ашылуы синус альфа косинус бета азайтылған косинус альфа синус бета түрінде ашылады екен. Тангенс альфа минус бета дегеніміз ол тангенс альфа минус тангенс бета бөлінген 1 плюс тангенс альфа көбейтілген тангенс бета түрінде ашылады екен. Ал котангенс альфа плюс бетаның ашылуы котангенс альфа көбейтілген котангенс бета азайтылған 1 бөлінген котангенс альфа плюс котангенс бета түрінде ашылады екен. Яғни сәйкестендіру тестін дұрыс орындағандарыңыз болса, осы түрде келуіңіздеріңіз керек. Енді біздердің осы сәйкестендіру тесті орындап болғаннан кейін, енді жалпы триометр тарау өту барысында қандай формуламен таныстық, қандай жаңа ұғымдармен таныстық, осыны топтастыру арқылы келтірейік. Яғни ол үшін төмендегідей слайд ұсынамыз. Яғни триометр тарауында не үйрендік? Ең бірінші біздер триометр функцияларының таңбаларын үйренген болатынбыз. Екінші триометр функциялардың жұп тақтылығын үйрендік.
негізгі триметр типі теңдіктерді үйрендік, келтіру формулаларын үйрендік, және 5-ші түрі қосу формулаларын үйрендік. Осы қосу формулалардан кейін айырым және қосымдан айырымды көбейту формулаларға жіктеу дегеніміз 6-шы көріп отырғандай пунктке келіп саятты. Енді оқушылар өзінің сабағымызды қорытындылай келе сіздерге мынадай үй тапсырмалар беріледі. Яғни бірінші түрде Шыныбековтің 9-шы алгебра кітабынан 275-ші және 280-ші есептерді шығару. Әбілқасымованың кітабынан 9-шы алгебрадан 348-ші есеп және 353-ші есептерді шығару беріледі. Және Балаяның 3000 задачники на ЕГЭ кітабы бойынша 25-ші және 28-ші есептерді шығару ұсынылады. Естеріңізде болса, сабағымыздың ортасында косинус 105, тангенс 105 және котангенс 105 мәндерін есептеуді ұсынған болатынбыз. Бұнда үй тапсырмасы есебінде алуларыңызға болады. Оқушылар ендігі бүгінгі сабағымызда, яғни кері байланыс берулеріңізді өтінем. Ол үшін төмендегі ұсынылған кестені толтыруларыңыз керек. Яғни ол біріншісі не сәтті өтті, не сәтсіз болды, нені дамыта алар едім дегенді. Оқушылар рахмет. Енді сіздерге бұл пайдаланған әдебиеттер, яғни ол өзім үшін Шыныбековтің 9-шы алгебра кітабы, Әбілқасымованың 9-шы алгебра кітабы, Балаянның 3000 задачники на ЕГЭ кітабы, және bilimland.kz сайты және интернет ресурстарды пайдаланған болатынбыз. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.